Сәлеметсіз бе досым, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Мен сізге бүгін оразаның кезінде жеңіл әрі витаминге бай болған тағамдарды пісіруді үйреткім келіп тұр. Оның үшін бізге міне күріш 250 грамм, 400 грамм ет майлы жерінен және де лук керек болады. 4 бас лук сақтап турап алдым мен дайындап сіздер үшін. Укроп және кішкене томат керек болады. Укроп пен томатты салып аламыз. Оның үстіне мына ыдыста мен тұз, кристаллик, қара бұрыш, паприка салдым. Соны қосып аламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Өзіміздің қолымызбен араластырғанға ештеңе жетпейді. Дәмді тамақ болу үшін қолдың жұмысын көбірек пайдалану керек. Қасықпен, вилкамен қозғаған кезде темірдің заты араласып, ол қолмен араластырған сияқты дәмді болмайды, достар. Міне мен араластырып дайындап алдым. Енді алдын ала дайындалған капуста, свежий капусталарымыз, яғни орам жапырақтарымыздың ішіне түйуді бастаймыз. Оның үшін міне капустаны аламыз, ортасына саламыз, үстін бір қайыры жабып, оң жақтан, сол жақтан жабамыз, сөйтеміз де думалақтап орап қоямыз. Міне видеода сізге анық көрсеттім. Жасалу жолы өте басынан соңына дейін түсінікті көрсеттім. Мінекей түйіп дайындап аламыз осылайша. Капусталарымыз өте жұмсақ болып тұр. Жаңадан шыққан, жаңа орам жапырақ болғаны үшін. Мінекей тағы біреуін орап көрсетемін сіздерге. Міне оң жақтан, сол жақтан жабамыз, орап қоямыз. Қайнаған кезде қазанның ішіне ешқандай ашылып кетпейді бұл. Мінекей, әдемі ма? Бұны жеген одан да әдемі. Видеомызды соңына дейін көріңіз. Мінекей, алдын ала дайындалған кезде қайнап тұрған суға капустаны осылайша түбін ойып алып тастап, салып аламыз. Салып қойған капустаның шетінен түскен жапырақтарын біртіндеп алып, барлығын солай ыстық суда бір қайнатып, бұрқ еткізіп жұмсатып аламыз. Мінекей түйіп дайындап қойдым. Енді кеттік қазанға. Кішкене май құямыз, подсолнечный масло кішкентай ғана. Оның үстіне сақтап сараланған лугымызды саламыз. Лукты жақсылап жарып кеткеннен кейін кішкене томат қосамыз. Томаттың дәмі қышқыл болып шықпау үшін кішкене жарты ложка сахар қосып жібереміз. Сөйтеміз де жаңағы дайындап алған капусталарымызды үстіне саламыз. Бұл кезде газдың астын жаймен қойып қоясыз. Үстінен су құямыз. Суымыз біздің орам жапырақтарымыздың бетін кішкене жаппас болып тұру керек. Крышкасын жауып пісіреміз. 25 минутта дайын болады. Мінекей дайын болған капусталарымыз өте дәмді. Ас болсын.